Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсету парызымыз. Бұл туралы бүгін Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев алда келе жатқан мүгедектер күніне орай ұйымдастырылған шара барысында айтты. Облыс басшысы мүгедек жандардың көрме жұмысына қатысып, олардың өмірін жақсартуға барша қоғам болып атсалысуымыз керек деді. Көрме жұмысы 10 қазанда аталып өтілетін мүгедектер күніне орай ұйымдастырылды. Мұнда қойылған бұйымдардың кейбірі жоғары талғаммен жасалған. Көрмені аралаған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев кейбір тұрмыстық заттар мен киім-кешектердің жасалу технологиясын сұрап білді. Негізгі кім біз заказ беретіндер? Заказ беретін Ақтөбе-Мұнайгаз, Қытайлар заказ береді, Қазақ ойын. Өздеріңіздің базаларыңыз бар ма? Бар, мекеме. Бұрынғы база сақталып қалған ғой? Иә, сол бар. Көрмеге негізінен мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасайтын ұйымдардың өнімдері қойылған. Арасында мемлекеттік тапсырыс аясында бұйымдар жасап, табыс тауып отырғандар да бар. Облыс әкімі ондай қызмет ұсынушылардың жұмыс туралы да сұрап білді. Ал алдағы мерекеге орай өзінің жылы лебізін білдірген облыс басшысы мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сапасын жақсарту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі екенін атап өтті. Мемлекеттің, биліктің ең негізгі бір міндеті осы мүмкіндігі шектелген азаматтар менен азаматшаларға көмектесіп, қолдау жасау. Өздеріңіз мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын өте жақсы білесіздер. Мынау сіздерге көмек, қолдау жөнінде арнайы заңның қабылданған, бағдарламаның қабылданған, жылдан жылға оларға өзгерістердің енгізіліп жатқан, елбасының ең негізгі беретін билік басында жүрген азаматтарға тапсырмасы осы бірінші көңілді, осы мүмкіндігі шектелген кісілерге, солардың егер мүмкіндігі болса жұмыс істеулеріне, жалпы сол кісілерге жағдай жасау. Бүгін күні Ақтөбе облысы бойынша 20 мыңнан астам мүгедек бар. Оларда 14 жасқа дейінгі балалар. Мереке қарсаңында мүгедектер қоғамымен өзге де ұйым өкілдерімен дастархан басында жүздескен облыс әкімі жарым жандардың басты мәселелеріне қатысты да айтып өтті. Бердібек Сапарбаев еңбекке жарамды азаматтарды жұмыспен қамту, олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға мемлекеттен өзге кәсіпкерлік саласында қомақты үлес қосуы керек деді. Біз енді облыста жылда сіздерге арналған қаржы бөлінеді, көмек жасалынады. Осы мына биылдың өзінде 1 миллиардқа жуық көмек көрсетілді. Оның енді 480 миллиондай осы мынау мерекенің қарсаңында сіздердің әрқайсыларыңызға материалдық көмек. Бұл жұмыстар келешекте де жалғасады. Қандай бір қиыншылықтар, дағдарыстар болмасын, біз сіздерге көмекті ары қарай жасаймыз. Әрине негізгі бір мәселенің біреуі ол сіздерді жұмысқа орналастыру. Біз енді білеміз, кейбір кәсіпорын басшылары, кәсіпкерлер заңды орындамайды, берілген квота бар, бірақ біз енді оларменен жұмыс жасауымыз керек. Бүгінгі шараны қаладағы өнер ұжымдарының концерттік бағдарламасы да аша түсті. Ән шырқалып, би биленді. Облыстық мүгедектер қоғамының төрағасы Құбайдолла Бітіков тағдырдың тәлкегіне тап болған азаматтарға тек мереке қарсаңында ғана емес, мемлекет тарапынан үнемі қамқорлық көрсетіліп отырғанына тоқталды. Мүгедектер күніне арнап белгіленген қаражат бар. Олар мүгедектер күніне беріледі. Мысалы, ол 37.500 теңге ме сондай бар. Сосын біз енді мүгедектерге арнап, мысалы, облысымызда, қаламызда 2 мүгедектерге үй салынды. Сосын 20 жыл үйлер беріліп тұр. Бірақ барлығы қамтамасыз етуге болмайды, бірақ оғанда болашақта постепенно алады деп ойлаймыз. Алдағы мереке қарсаңында мүгедектер қоғамының өкілдері жиналысын өткізіп, атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Сондай-ақ енді бұдан былай әрбір мүмкіндігі шектеулі жандарға қажетінше көмек беру керектігі айтылды. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.